білім беру гранттарын тағайындау, сондай-ақ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету. Басты беттен азаматтарға жоғары білім бөлімдерін таңдаңыз. Білім беру гранттарын тағайындау, сондай-ақ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету қызметін таңдап, қызметті онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Телефон нөміріңізді және электрондық пошта мекенжайыңызды көрсетіңіз. Өтініш беруші санатын таңдап, келесі батырмасын басыңыз. Аттестат пен қосымшасының электрондық көшірмесін жүктеңіз. Бағалар санын көрсетіп, келесі батырмасын басыңыз. Егер сізде жеңілдіктер болса, олардың түрін көрсетіңіз. Ұлттық бірыңғай тестілеу туралы мәліметтер ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі батырмасын басқаннан кейін автоматты түрде жүктеледі. Ұлттық бірыңғай тестілеуді таңдау батырмасын басыңыз. Білім беру бағдарламалары топтарының санын көрсетіңіз. Білім беру бағдарламаларының тобын және ЖО атауын таңдаңыз. 3:4 өлшеміндегі фотоны электрондық құжат түрінде жүктеңіз. Жеке деректерді пайдалануға келісім беріп, келесі батырмасын басыңыз. Қызметті қолжетімді қол қою әдістерінің бірімен қол қойыңыз. Белгіленген уақыт ішінде сіздің өтінішіңіздің өңделуі туралы хабарлама мен жеке кабинетте таныса аласыз.